Түркістан облысы әкімдігі оқушылар мен жасөспірімдердің шығармашылық өнерін шыңдай түсуді жан-жақты қолға алған. Осы мақсатта облыс бойынша мектеп бағдарламасынан тыс түрлі бағыттағы үйірмелер көптеп ашылды. Аудан, облыс, республика, тіпті халықаралық бәсекелерде топ жарған жас таланттар атқарылып жатқан істің оң нәтижесінің айғағы. Отырар ауданында ашылған орталық балаларды түрлі өнерге баулып келеді. Отырар балалар мен жасөспірімдер орталығы 2010 жылы арнайы аудан әкімінің қаулысымен, үлкен облыс әкімінің ықпалымен ашылған орталық болатын. Биыл мүшел жастамыз, қыркүйек айында 2023 жылы 13 жасқа толады біздің мекеме. Мекемемде 28 штат кестесі бар, онда кіші қызметкер, үйірме жетекшілері, жалпы оқушы саны 700-ден 500 арасында жылда. Балалардың бос уақытысында тиімді пайдалану үшін, ішкі потенциалын ашу үшін өлкені танытамыз, мәдениетін көтереміз, қол өнермен қамтимыз балалардың. Жас флорист, жас суретші, вокалист деген сияқты үйірмелеріміз бар. Жалпы саны 9 үйірме. Бұл республикалық жас қанат балалар байқауының алтын қанат иегері Зере Жүнісбай, 11 жаста. Талантты бүлдіршін Отырар аудандық балалар мен жасөспірімдер орталығында жас вокалист үйірмесінің тәрбиеленушісі. Талаптың мініп тұлпарын тас қияға өрлеген өнерпаз алдағы уақытта елімізге танымал Қазақстан дауысы балалар тележобасында бақ сынамақ. Мен осы әнге 5 жасымнан бастап келе жатырмын, яғни садик кезімнен, мектеп кезімнен бастап келе жатырмын. Және қазіргі ұстазым Салтанат Жиренбаева деген апайым. Мен республикалық және осы ауданда, облыста өткен және тағы да басқа да осы сайыстарға қатысамын. Жасқанат балалар осы жылы ең алғаш рет болуы. Мен соған қатысып бірінші орынды иелендім. Және де Азия дауысына жолдама алдым. Мен бірінші орын алған кезде өте қатты толқыдым және қатты қуандым. Әнші болу өмірлік мақсаты. Жарты әлемді мойындатқан Роза Рымбаеваны үлгі тұтып, әндерін сүйіп тыңдайды. Зере Отырар ауданы Шәуілдір ауылындағы Шәмші Қалдаяқов атындағы мектеп гимназиясының 5-ші сынып оқушысы. Сабақ үлгерімі де өте жақсы. Өлкеміз бай, тарихқа да, ғұламаларға да. Сондықтан біздің негізгі жұмысымыз аудан көлеміндегі оқушыларды әр мектепте қамтимыз. Мысалы, біз қазір тұрмыз Назарбаев атындағы зияткерлік мектебі пилотная программа. Осында да біз балаларды тәрбиелейміз. Қазір біз журналистика деген үйірмеміз бар. Биыл оқу жылында бастағалы тұрмыз. Балаларды киім дизайн үйірмесі бар, қыз балдарына арналған. Онда біз қыз баласын әдептілікке, еңбекқорлыққа үйретеміз, баулимыз. Журналистика мамандығына қызығушылық танытқан балалар осында келіп, телевизия саласының қыр-сырын үйренеді. Әрине, теориямен қатар тәжірибелік сабақтар да өтеді. Ол үшін қажет барлық техника жеткілікті. Ал тігін ісіне қызыққан қыздар соңғы үлгідегі тігін машиналарында қиялындағы киім үлгілерін пішіп, тігуді үйренеді. Қолөнер өскелең ұрпақтың бойына ұлттық кодты, ұлттық құндылықты сіңірудің бірден-бір жолы. Бұл тұрғыда Отырар аудандық балалар мен жасөспірімдер орталығының алтын оймақ үйірмесінің атқарып жатқан жұмыстары орасан зор. Апайымыз көрсету арқылы киіз басамыз, және де түрлі ойыншықтарды, бұйымдарды, сөмкелер тоқимыз, жасаймыз қолдан, бисерден түрлі бұйымдар жасаймыз, көне құралдар жасаймыз. Сол арқылы біз бойымызға көптеген құндылықты сіңіреміз. Мысалы, бұл орамалды крючок арқылы тоқимыз. Бұны тоқуға 2,5-3 аптадай уақыт кетеді. Негізінен бұл мен ең бірінші тоққан орамалым. Әрмен қарайда 2-3 мәрте тоқитын болсақ, негізі тез тоқып алып кете аламыз. Бұл орамалды көбінесе әжелер, апалар, аналарымыз тағады.
Қазығұрт ауданында орналасқан Жамбыл Қаппаров атындағы номер 5 мамандандырылған физика-математикалық мектеп-интернаты мықты математиктермен қатар шығармашылық жұмыстарға, спортқа бейім оқушыларды тәрбиелеуде. Мұнда 350 оқушы білім алса, соның 300-ден астамы арнайы үйірмелерге қатысады. Біздің мектепте 10-нан астам балалардың шығармашылықпен айналысуға үйірмелер жұмыс істейді. Атап айтатын болсам, қол өнер үйірмесі, сурет үйірмесі, шахмат, шашка, волейбол, футбол және пәндік үйірмелер, би, хор үйірмелері де жұмыс істейді. Оның барлығы осы мектептің өзінде, мектептің базасында орналасқан. Бізде әсіресе қол өнер үйірмесіне, қыздардың музыка, хор үйірмелеріне, волейбол, футбол, спорт үйірмелерінің кез келгенде болса да барлық материалдық жағдай қарастырылған. Мектепте барлық мүмкіншілік бар. Білім ордасының оқушылары жыл сайын мектеп-интернаттар арасында өтетін жарыстарда жүлделі орындарды иеленеді. Сапалы білім мен шығармашылыққа деген қызығушылықтың арқасында еліміздің атын шетелге танытып жүрген мектеп түлектері де жетерлік. Шығармашылық таңдайтын балдарымыз, оқушыларымыз өздері әрі сабақты да жақсы оқиды, әрі өнерлі балдар. Олар қазір көптеген осы Қазақстанны тіпті әлемдік деңгейде осы өнер саласында жұмыс істеп жатқан жағдайлар бар. Көбісі сәулет жағына таңдайды, дизайнер жағына, киім жағына қыздарымыз әсіресе. Бір оқушымыз, Үсен Мери деген оқушымыз қазір Астанада жұмыс істейді. Анимация бағытында жұмыс істеп, қазір Қазақстан мультфильм анимациясына үлесін қосып жатқан бір оқушымыз бар. Қолөнер тек қол еңбегін талап етпейді, көп ізденіс те қажет. Қандай да бір жұмыс жасамас бұрын ең алдымен тарихын зерттеп, не болмаса тұлғалық болмысын ашуды қажет етеді. Ал өзімнің жасаған жұмыстарыма таныстыра келсек, бұл бізде Абай Құнанбаев атамыздың енемен жасалған жұмыс. Бұл жерде бізде екі оқушы бір айға дейін уақыт бойы жасадық. Мұндағы оқушылар таңнан кешке дейін негізгі пәндер бойынша білім алса, бос уақытында үйірмелерге қатысып, жан-жақты дамиды. Түрлі бұйымдар жасап, көрмеге қояды. Ал мыналардың барлығы біздің мектебіміздің оқушылары жасаған қолдан жасалған бұйымдар. Барлығы да тұрмысқа жарамсыз материалдардан жасалып, шығынды талап етпейтін құралдар. Мынау индустрияландыру кезінде Қазақ даласында ең алғаш іске қосылған паровоздың макеті және оған қоса алғашқы көліктердің модельдері жасалған. Бәсекелестік бар жерде баланың қызығушылығы еселене түсетіні белгілі. Жұмысын зор ынтамен жасап, үздік болуға ұмтылады. Бұл талпыныстары да үнемі ақталып, қанжығалары жүлдемен майланады. Дінмұхамед қазір жарысқа қызу дайындық үстінде. Енді осы Құда қаласа Түркістан қаласында не өтіп жатыр? Осы қараша айында болады. Соған біз дайындалатынбыз. Еркін тақырыпта болады. Оқушымыз қазір жұмыс істеп жатыр осы мәселе бойынша. Туған елге балалық шаққа саяхат деген жұмыспен неғып. Оқушыларды екі бағытта дайындайды: қолөнер және бейнелеу өнері. Білікті ұстаздар оқушылардың жасаған жұмыстарына қарап, қай бағытта ебі бар, қай бағытта дамыту керек екенін анықтап, жол көрсетеді. ОБТ-ға дайындайды ғой, химия биология пән бойынша. Сода біз өзіміздің жаңағы түсетін шығармашылық жұмыстармен дайындаймыз. Бірінде графиканы үйретеміз, одан кейін сызуды да үйретеміз, одан кейін бояумен үйретеміз. Сол бағытта үйретіп, олар түсуге дайын болып барады сол жақта. Ал бізде мына жерде үйірмелерде тағы жаңағы суретті бөлек дайындап отырамыз. Ол кезде балалардың қызығушылығы. Себебі балдар сурет салған кезде адамның несі ашылады, ой өрісі дамиды. Өзім сезген кезде бүйтіп қарасам, кейбір балдар бір шынайы бір нелерді шығара бастайды, шығармашылық жұмыстар. Содан кейін мен оған соларды жеке бүйтіп түртіп алып отырамын да, сөйтіп оларды бағыттаймын. Балалар мен жасөспірімдер мәселесі мемлекет басшысының назарынан тыс қалған емес. Түркістан облысында президенттің тапсырмасы бойынша өнерлі балаларға қолдау көрсетіп, озық идеяларын жүзеге асыру мақсатында нақты істерді қолға алған. Балдырғандары өнерлі, белсенді, талантты, озық ойлы елдің болашағы да кемел болмақ.